Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге Қазақстанда iPhone 14-тің орнына не сатып алуға болатыны жайлы айтайын. 8 қыркүйекте Apple және iPhone 14-ті таныстырды. ақш-та жаңа смартфон сатыла бастағанымен Қазақстанға қашан келетіні әзірге белгісіз. iPhone 14 Қазақстанға орта есеппен шамамен 1 миллион теңгеден сатылады деп есептесек, бұл бағаға ұялы телефонның орнына елімізде не алуға болатыны жайлы сіздерге кеңінен айтайын. Жаңа смартфонның ресми бағасы $799 мен $999 аралығында. Бұл теңгеге шаққанда 380 мың мен 473 мың аралығында. Қазақстанға келгенде және жадына қарай бағасы әртүрлі болатынын ескерсек, орта есеппен 1 миллион теңге деп аламыз. Айта кетейік, былтыр Apple компаниясының сайтында iPhone 13 Pro Max 1 смартфонның бағасы 938 мың 710 теңгеге бағаланған. Ең алдымен Қазақстанда бұл бағаға қандай азық-түлік, көкөніс не жеміс сатып алуға болатынын есептеп көрейік. Барлығы орта есеп бойынша алынып есептелінді. Мысалы, картоп 138 бен 450 теңге аралығында дейік. Егер орта есеппен картоп 295 теңгеден деп алсақ, бір жаңа iPhone-ның құнына 3390 келі картоп алуға болады екен. Сонымен қатар 6666 келі сәбіз, 5235 келі пияз және 2298 келі 40 қабат сатып алуға болады. Және де iPhone 14-тің орнына асүйге қажет техниканың бәрін сатып алуға болады. Мысалы, біздің есептеуіміз бойынша тоңазытқыштың орташа бағасы 300 мың теңге дейік. Ыдыс жуғыш машина 180 мың теңге, газ плитасы 150 мың теңге, мультипісіргіш 120 мың теңге, микротолқынды пеш 40 мың теңге, блендер 35 мың теңге, шаң сорғыш 50 мың теңге, электр шайнек 20 мың теңгеге келеді. Қоғамдық көлікпен жүретін болсаңыз, орта есеппен 90 теңге жолақысымен шамамен 11111 рет автобусқа отыра аласыз. Ал өз көлігіңіз болса 5494 литр АЕ92 маркалы жанармай құюға болады. Қазақстанда 2023 жылдан бастап жалақының ең төменгі мөлшері 70 мың теңге. Дәл осындай жалақы алатын жандарға iPhone 14-ті алғысы келсе, 14 ай бойы айлығын жинауы керек. Сонымен қатар бұл сомаға 2 адам шетелге демалып қайталады. Мысалы, елдегі туроператорлар ұсынған бағаға қарасақ, 2 адам Грузияға, Мысырға, Түркияға, Дубайға 6-7 күндік турмен 1 реттік барып қайталады. Сонымен қатар 1 рет Мальдив аралдарына баруға мүмкіндік бар. Егер де жалдамалы пәтерде тұрсаңыз, жаңа iPhone 14-тің орнына бірнеше айдың пәтер ақысын төлеп алуға болады. Мысалы, пәтер құны орта есеппен айына 100 мың теңге деп есептесек, 10 айдың пәтер ақысын төлеп қоюыңызға болады. Одан бөлек көлік те сатып ала аласыз. Мысалы, Колеса кезет мәліметінше, бұл бағаға бас 2114 маркалы көлігін сатып ала аласыз. Сонымен қатар 1 миллион теңгеге 1988-1993 жылдары шыққан Volkswagen Passat'ты сатып ала аласыз. Еске салайық, жаңа iPhone 14 спутникке қосылады. Компания iPhone 14-ке сүйос жағдайында спутникті желіге қосылуға мүмкіндік беретін арнайы бағдарламалық жасақтаманы әзірледі. Егер сіз жүрген аймақта байланыс болмай қалса, телефонды спутникке қарай көтерсеңіз, гаджет қайда көтеру керектігін көрсетеді. Қысқа хабарлама немесе геолокацияңызды жібере аласыз. Достар, мен сіздерге iPhone 14-тің орнына елімізде не алуға болатынын айтып шықтым. Сондықтан да iPhone болсын, әйтеуір бір зат сатып аларда мұқият ойланыңыздар. Бұл зат сізге шынымен қажет пе? Қанша жыл қолдана аласыз? Егжей-тегжейлі ойланыңыздар. Мысалға, iPhone алғанша бұндай қомақты ақшаны бизнеске, инвестицияға немесе iPhone-ның өз акциясын алсаңыздар болады. Тіпті болмай жатса, депозитке болсын салып қойыңыздар. Уақыт өте келе ақырын ақшаңыз өзіңізге жұмыс жасайтын болады. Қаржылық білімдеріңізді жетілдіріңіздер, сауаттарыңызды ашыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Видеоны аса лайк басып, каналға тіркеліп, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған доллар кезет арнасы. Келесі кездескенше.